Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге табиғи ашытқыдан жасалатын лепешканы жасау жолын көрсететін боламын. Егер қолдарыңызда табиғи ашытқы бар болса, осы лепешканы міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Алдымен бізге 250 грамм салқын су қажет. Ыдысымызға құямыз. Одан кейін апары, яғни дайын болған табиғи ашытқымыздан 300 грамм аламыз. Судың үстіне саламыз да жақсылап араластырамыз. Екеуін араластырғаннан кейін салқын сүтімізді құямыз 125 грамм. 10 грамм тұз саламыз. 20 грамм қант қосамыз. Және 100 грамм сұйық май немесе осындай жұмсақ сары майда болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін 700 грамм ұнымызды саламыз. Ұн бірінші сұрып немесе жоғары сұрып болса да ешқандай айырмашылық жоқ, бола береді. Енді жақсылап илеп, қамырымызды жарты сағатқа қойып қоямыз. 30 минуттан кейін осылай тағы да жақсылап қамырымызды басатын боламыз. Тағы да жарты сағатқа қалдырамыз. Ақырындап қайыру әдісімен қамырымызды тағы да кішкене созып аламыз. Біртіндеп қамырымыз біркелкі бола бастайды. Міне енді нанымыз кішкене көтеріліп, әдемі түрге енді. Келесі кезекте осы қамырымызды екіге бөлікке бөліп, лепешкамыз жасайтын боламыз. Қамырымызды жаймен-деп осылай домалақтап, жаңағы формасын бұзып алмай, ортаға қарай жинап, формамызға саламыз. Кішкене ұн себіп, жұмыс жасау барысында ұн себуге болады. Міне осындай екі қамырымыз дайын болғаннан кейін тағы да 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Табаларымызды жақсылап, түбін майлап, жаңағы дайын болған қамырымызды салып, осылай лепешкамызды формалаймыз. Ендігі кезекте бетіне жұмыртқаның сарыуызын және де кішкене бір қасықтай сүт қосамыз. Екеуін жақсылап араластырып, бетіне жағатын боламыз. Осылай қалауларыңызша вилкамен немесе арнайы лепешканың бетін әсемдейтін құралмен бастыруға болады, немесе жай қолмен ғана бастырып қойсаңыздар болады. Және бетіне кунжут себеміз. Духовкамызды міндетті түрде алдын ала қыздырып қоямыз 250 Цельсий градуста. Және де 25 минутқа қойып аламыз. Пештеріңізге байланысты, қызарғанына байланысты пісіріп аламыз. Әбден суығаннан кейін кесетін боламыз нанымызды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.